Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін басты рөлде мен, Ернар Айдар, сіздермен бір күнімді өткізетін болам. Бұл жас хитменнің Алматыдағы үйі. Зәулім сарайға әнші жігіт жуырда көшіп келген. Жаңа қоныс туралы сәлден кейін. Ал қазір Ернар Айдардың жақындарымен таныс болайық. Менің әкем Жаңабай Айдар ұлы, менің анам Күлмән Ахмет қызы, продюсерім де өмірде өз туған ағам Талғат Айдар, жеңгем жұбайы Айгерім, әкем мен шешемнің енді тұңғыш немересі Нұрсұлтан інім, қарындасым Жұлдыз мен. Осы біздің шаңырақ. Дастархан басына әулет мүшелері толық жиналмаған. Себебі Ернардың продюсер ағасынан өзге бауырлары Таразда тұрады. Алматыға осы мерекелерде, жаңа жылдарда, толған күндерде келеміз. Бірақ та 10 күн болып, негізі бізде Таразда болды. Мен енді сапарлармен барамыз ғой енді Таразға. Енді өзі әкемді қатты жақтыра бермейді, үйшік болғанды. Үйде жатып алсаң, ауырып жатсаң да, бар жұмысың болса істеп жүре бер, ауруыңды ұмытып кетесің деп. Мен Алматыға көп шақырам бұл кісілерді. Әкенің өсиеті балаға мұра. Бұл Жаңабай әкенің өмірлік ұстанымы. Әкенің ақылы бірінші мінез ғой. Қазақилық болу керек, тәртіп болу керек, еңбекшіл болу керек, еңбекқорлық болу керек. Біреуді жаңағыдай көре алмастық, ондай әңгіме, ондай нәрсе болмау керек адамның көңілінде, жүрегінде. Негізі адамның жүрегі таза болу керек. Балаларға соны айтып тұрамын мен. Әрдайым, әр көргенімде адал бол. Үлкен кішіні құрметтеп, барлығын ағайын туысты құрметтеп. Әсіресе баламыздың аты шығып жатыр ғой. Өзің қанша биікке көтерілген сайын ағайын туысқа, халыққа жақын болуың керек деп. Сондай тәрбиелеймін балаларды. Тәрбием өте қатал. Кенжем бағасын еркелетем ғой Ернардың. Ауырса, сырқап қалса қараймын Ернарыма, әйтеуір шайын, нанын беріп, жаңағы сылап, сипап дегендей дәрі-дәрмегін беріп. Өмірдің алтын арай танана, ақ сүтің баға жетпес балана. Мен Аллаға шүкір етем, ата-анам барда шексіз еркелеп қалғаным дұрыс негізі. Ата-анам бар, еркелеймін. Мен кенжесі болып туылған бағым әйтеуір, алдымда 3 ағам бар ғой. Ата-анама рахмет айтам. Еркелеуден кенде емеспіз енді. Мамама көп еркелеймін ғой, енді әкемізге көп нәрсені айта алмайсың ғой. Өнерге бейімделуіне сәйкес келіп тұр ғой. Осы 4 ағасыменен, алдындағы 3 ағасыменен өзі 4-өө болып, бір көршінің баласы қосылып, барлығы үйдің жамбасынан шығып алдынан легендерді төңкеріп алып, яшіктерді қойып, ән айтатын барлығы. Ауылдың ансамбльдерінің әндерін, шыққан әндерді айтып, Музарттың әндерін айтып, әйтеуір, сол шыққан әндердің бәрін айтып. Ернар сол кезде көбіне микрофонда болатын. Қызығамын маржандай өзен көліңе, қызығамын бақытты ұл қыздарыңа. Жетістікпен қуантқанды жақсы көресің ғой бәрібірде. Бір жағынан өзіңмен өзің мақтана бергің де келмейді. Өзі естіп көрсе екен деп те ойлайсың. Қазір енді өнеріме тікелей ата-анам, жалпы әкем қатысып қарап жатыр ғой өнерімнің өзіне. Жүріс-тұрысыма, қандай әндер айтасың, не істейсің, қалай сөйлеу керек. Соның бәрін әкем қадағаласып, ағам екеуі. Әрине міндетті түрде ақыл айтамыз. Әннің мағынасына былай қадағаласып қарап тұрамын. Тексерткенде жібереді балдардан. Мен өзім телефонға, менің жай ғана телефон ғой, балдардан тыңдап, қатесі болса, звондап айтамыз. Мына жері ұнамай тұр маған. Қазіргі жастарға ұнайтын жері бар, маған ұнамайтын жері, оны өздері айтып түсіндіреді. Әке, қазіргі жастарға мына ән кетеді, сізге ұнамаса да, мына болмаса болмайды деп айтады. Өзің берген әппақ қанатыммен, мен самғаудан талмаймын әке. Күнге жету енді оңай болмайды ғой, әр нәрсенің өзінің бір жолы болады ғой. Сынағы бар, теп-тегіс болмайды ғой барлығы. Ата-анам мен дүниеге алып келгеннен көзімді тырнап ашқаннан бері еңбекке балыды. Мен енді кішкентай болсам да, ағаларым көптеген қара жұмысты ағаларым істеді ғой енді. Менің жалғыз қарындасым бар, Жазира. Ол Таразда қазір. Ол енді кішкентай болғандықтан мен үй жұмыстарын істедім көбіне. Анама көмектестім. Көкті жүргенде өмір жолы. Біреулер жылап, біреулер сынап көтереді деген бір өмір жолы деген Дулат Құйқас баламыздың несі бар, әні. Соны көп қойып, көңілім өте толық тұрған кездерінде көзіме жасты алып қоямын. Үлкен бақыт оның барлығы. Бірақ ешкім болмау керек машинада. Міндетті түрде сол кезде бір адам өзіңнен ләззат аласың, бір өзің болған кезде. Өмір сынап, біреулер жылап, біреулер шыдап көтерер. Бақыт деген
ата-анам қасында, бауырларымыз қасымызда, туған туысқанымыз қасымызда. Етін ішетін наның бар, суың бар, шайың бар. Бейбітшен тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз, бейбіт өмірде өмір сүріп жатырмыз. Осыдан асқан бақ жоқ шығар өзі негізі. Тәуелсіздіктің құрдасы айтулы мереке қарсаңында елбасымен кездесті. Шақыртып алдым деп айттым мен әкеме айттым. Біраз екеуміз толқып алдық. Білмеймін енді әкем қандай сезімде болды. Ол сезім бөлек сезім шыны керек. Ұлының бұл жетістігі әке үшін қайталанбас қуаныш болды. Алайда кенжесін өзінің көзінше мақтауды артық көрген әке жарын алып төргі бөлмеге кетті. Оңаша ақтарылған үзік сырлар жайлы келесі бөлімде. Әрине қуанамыз ғой, енді мақтанбаймыз. Мақтануға ерте ме деймін әлі. Енді басталды ғой. Мен бұл күндері іздесем де таппаймын. Баланы қанша жақсы болған сайын, атағы шыққан сайын қорқақ болар екенсің ғой. Тақамды қысып отырасың. Самолетке міндім дейді, самолеттен үштім дейді. Бүгін кеш концертім болады, ертең былай жүремін. Барлығы ата-анаға бір жағы қуаныш, бір жағы уайым болады ғой. Бірінші кездері өте қиын еді, қазір жайлап үйреніп жатырмыз. Әсіресе самолетке міндім деген кезде, мынау концерт береміз деген кезде қалай болады, не болады. Өнершіге ең бірінші тілден жаңылыспау керек қой, тілден жаңылса барлық еңбегі зая кетеді ғой. Өнердің биігіне өрлеген ізбасарына әкесі жиі ақылын айтады. Біздің баламыз өзі халықтың баласы ғой. Халық осы мінді айтады, жақсында айтады, жаманында халық біледі ғой, халықтың арқасында болады барлығы. Сол үшін кішіпейілу, жаңағы жұлдыз болып кетпей, кішіпейілі болып жүру керек. Асыл әке, ардақты әке, нар әке. Орындайын, не арманың бар әке. Тірі жүрсем, аман жүрсем жер басып. Сенің туың жығылмайды, жан әке. Кішіпейілділікті өмірлік ұстаным еткен Ернар бұл кезде өзінің сахналық костюмдерін көрсетуге дайын еді. Маған ұнайтын костюмдердің бірі. Ең соңғы 7 наурызда ән кешім болды. Сол кезде кигем. Жалпы ән кештерге мен костюмды арнайы заказбен тіктірдім. Соған тыңдармандарды үйретіп қойғанбыз ба? Сондай арнайы тіктірмей барсаң кішкене қабылдамай, ой мынау еңбектен бітті ғой деген сияқты қарап сондай болып қалады. Өзім костюм тіктіргенді жақсы көремін да осындай. Енді бұл да бір естелік болып қалады ғой жалпы. Сүйіп қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын, алайда. Күнделікті өмірде енді мен осы барынша Алматыдан киінемін. Алдыңғы жылы Дубайға барған кезде Дубайдан алғанбыз біраз киім. Бірақ Дубайда киімдер онша ұнамады маған. Барахолкіге керек болса барам. Себебі барахолкіде керекті заттар бар. Аяқ киім болады мысалы үшін. Мейлі арзан болса да ол сенің киіміңе үйлесіп тұрады да халыққа жағымды көрінесің, сүйкімді көрінесің. Ең бастысы сол. Себебі біз көп кимейміз ғой бір киімді. Мысалы, мына костюмді әр кетсе 3 рет киесің. Одан артық басқа костюм тіктіруің керек. Ал ондай ақша енді күнде бола бермейді. Ақ көңілдіктен қорқам, маңғаулау. Менің өзімде бар ол қасиет. Шынымды айтатын, сырымызды айтып қоямыз, сондайлар болып жатады. Жартысын айтып, жартысын айтпауға үйренбегенбіз, барлығын айта саламыз. Мен содан қорқамын. Ақ көңіл әншінің алғашқы сахналық киімдері жуырда өз иелеріне, жанкүйерлерге жол тартпақ. Мен енді бердім да інілеріме көптеген. Жақында тағы бір ініме біраз киімдер беріп жібердім. Әлі берем деген де ниеттерім бар. Бірақ енді оның барлығы не десем болады. Бұның барлығы менің еңбектерім ғой, бұлар деген. Барлығын бірдей тарата беруге де болмайды. Бұның алдындағы костюмдерді мен беріп жатырмын. Мына жерде мен арнайы алып қойғам. Мына костюм. Мынау ең алғашқы шығып атқан кезіндегі костюм. Ақтауда менің тыңдармандарым бар, кішкентай. Кішкентай ұлы мынаны киіп алған. Үлкен ұлы мынандай тіктіріп киген. Мен соларға Алла қаласа мен алдағы уақытта Ақтауға өзімнің ән кешімді беремін. Сол кезде сол екі кішкентай тыңдарманыма тапсырайын деп жатырмын. Осыны арнайы алып қойғам. Мезгілсіз кезде көрініп, қайғыға салдым. Жан дүниемді ұрладың, бұлбұлсыз кезде гүл бағым, сен қайда қалдың? Ернарды бұлай жаман жағын жазған кезде мен не алмаймын, қарсы шықпаймын. Себебі болады ғой өмірде. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Керісінше көз тимейді дейді. Бола берсін анда-санда осындай бар. Шындық ол. Көз тимейді. Бәрі жақсы бола берсе болмайды ғой. Оның үстіне жақында ол мықтылығын дүйім жұртқа дәлелдеді. Елбасының сарайының өзіне кіргеннің өзі үлкен бақыт қой. Қуанып отырдық сол жерге кіргеніне. Елбасымен кездесіп, 91 егемендіктің баласы бұл да.
халықтың баласы Ернарым деп. Телефон соғып құтты болсын дейді. Не үшін құтты болсын деп жатыр деп енді байқамай қалдым ғой. Ол кісілер сол телевизордан көрген да. Ол балаңыз елбасының қасында жүріпті ғой дейді. Әрине қуаныш қой. Бұл сәт жұлдыз үшінде тәтті түс секілді. Баламның өзі Ернар айтады. Папа дейді, мен дейді, елбасының қасында болдым. Киімдері жай ғана простой ғана екен деп қояды маған. Айтам енді қандай болады киімі? Ернар бала кезден өзге бауырларына ұқсамаған, дарынды, алғыр болып өсті. Ернар кішкентай кезінде өзі өзгеше болды ол. Өнерге деген жаңағы құлшынуы кішкентай кезінен басталды ғой. Кішкене кезінде үйдің жамбасына шығып, айқайлап, өлең айтып, ән салатын, ауылдың әндерін айтып жүретін. Мектепті бітіріп, институтқа түскен кезінде де 2-ші курстан кейін сол өнерге көңіл бөліп, әкесі туралы әнін шығарып, өнерге жол алды да. Баға жетпес байлығым бағым әке, алтын арай шуақты таңым әке. 1,5 жастан кейін шешемнің қолында болды. Әкем мен шешем кеткесін, әрине өзім тәрбиеледім. Мен енді қалай десем болады. Өзі көбісі айтады, қатал деп. Қазақи тәрбиеге бердім. Біреуге сен деме, сіз де, біреудің ақысын жеме, еңбекшіл бол. Әсіресе еңбекке көп тәрбиеледім мен. Ол ауырма, жеңіл ма, баланың несіне қараған жоқпын. Еңбекшіл болды балдар. Сол еңбектің арқасы шығар. Bir жағы еңбек, bir жағы тәрбие, bir жағы санасына да байланысты ғой. Алланың берген сый деп білемін бұны. Бұл менің жақсы көретін бөлмем. Кең, бұндай мүмкіншілік болмады ғой. Бірақ енді сонда да әйтеуір өзіміздің денсаулығымызды шынықтыру үшін барынша жұмыс жасап, барынша залдарға барып тұратынбыз. Ал енді мына үйде Құдайға шүкір әйтеуір. Ағама рахмет осындай мүмкіншілік жасағанына. Біреуден артықпын деп тұрғаным емес. Барынша азында тұрған кезде, енді кейде ерте тұрамын, қазір ұстап жүрмін солай өзім. Кейде мақұл кеш тұрып қалам, бірақ тұрғаннан кейін жарты сағат осыда жүгіргенді ұнатамын. Жүгірердің алдында кішкене қиын болып тұрады, бірақ жарты сағат жүгіргеннен кейін бойың жеп-жеңіл болып қалады. Бірақ енді әлі меңгерген жоқпын, көп нәрсесі бар екен мына жерде ше. Сызып қойсаң да болады да. Диетаға арналғаны бар екен, бірдеңелер бар екен, оның барлығын жақсылап меңгеріп алып, су құйып алып, жүгіруден жібереміз. Залдарға барамын. Себебі енді жүгіру бөлек. Ол жүгіру деген өкпе жолдарын ашады, не істейді, кішкене сергектік береді адамға ше. Ер адамның бұлшықеттері қатып, ер адам сияқты болып тұру керек қой. Сол себепті енді мен залға барам. Өз сүйгені бар, сенен басқа кімім бар. Қуанышты боласың, толқып отырасың, балаңды көріп. Көбінесе жаңағы кемтік жақтарына былай қандай айтып жатыр, қандай тұр, сол жағына да қарап отырасың балаңның негізі. Немеремді балабақшадан алып келген кезім ғой. Азық-түлік магазиніне кірген ғой. Радиода әке туралы әнді айтып жатқан кезде сол магазин ішінде ой менің балам деп өзімді ұстай алмай қалған жерім бар. Машинаға радионы қойып айқайлатып үйге келген жерім. Онасын көзіңнен жас тағады. Сонда жаңағы сатушы қыз өзі шошып кетті. Ай мына кісі не деп жатыр деп. Сол айқайлап шығып кеткенмін магазин. Осымен жүрген кезде аяқ жұмыс дейді көбіне. Аяқтың жалпы не десем болады, ана үйіп қалуы немесе мынаны көп істеп жерге түссеңіз басқаша сезімде боласыз, сондай бір ұшып тұрған сезімде боласыз да. Ақкөңіл бала көп мақтанғанды ұнатпайды. Сондықтан өзге әріптестері секілді зәулім үйінің әр бөлмесін көрсеткісі келмеді. Осы жақында алғанбыз ғой. Ұялам. Ой, мынау бір үйін қайта көрсете берді. Ол сөздерден ұялам да енді. Ондай сөздерді енді көп елей беруге де болмайтын шығар. Бірақ енді бір жағынан басты мақсатты сол нәрсеге алмайықшы деп жатқаным ғой. Бұл ағам мені бөлек шығармайды. Қасында ұстайды. Бөлек шыққым келмейді өзім. Ағаларыма үйреніп қалғам емес. Олармен бірге тұрғым келеді. Солардың қуанышында да, қайғысында да бірге болғым келеді. Жалпы барлық нәрсе, барлық менің жемісім, жеңісім сол ағамдікі деп білемін. 50 жылдығым болды ғой. Маған машина сыйлады. Ән сыйлады әке туралы. Жүзге жетсін аман сау жасың әке. Шешесінде де солай 50 жылдығында. 50 жасымда ана туралы ән сыйлады. 50 жасыма. Енді былай құшақ гүлдерін сыйлайды Ернарымыз. Алтыннан толтырып тастады ғой. Сыйлап қалатын аңды қуат барда, ішерсің бір күндері берген асы. Алла нәсіп етсе 17 жыл үйлену жылы болады шығар деп. Бір Алла біледі. Шешесі ғой көп уайымдайды.
дұрыс, енді 25-ке келді, енді нағыз үйленетін кезі ғой. Нәсіп болса осы жылы болады шығар деп отырмыз. Бұл барлық ата-ананың көңілдегі ойындағы әңгіме. Барлық ата-ана да өз баласына осындай жақсы, қазақи, өзіне икемді қызды іздейді. Сондай-ақ бізде сол өзімізге сай, әйтеуір өзімізге қазақилық тәрбиесі бар қыз болса екен деп армандап жүрміз. Нәсіп етсе, Алла тағаланың қолында. Әнші бала анасының тілегін орындауға асыға ма? Оның арманындағы ару қандай? Бұл туралы Ерекең келесі аялдамада сыр шертеді. Ал енді мен мына жерде жаттығып болдым. Атқа мініп, бірге серуендейік. Атқа қол босаған кезде, былай арнайы келіп не істей алмаймын, себебі енді жұмыстар бар. Жаздың күндері болады ғой. Мен саумал көп ішемін. Саумал деген өте бір ем ғой, күшті. Мен енді кішкентай кезімізде біздің үйде жаңа айттым ғой, соқыр ат болды. Аста оған бәрі міне беретін. Ер тоқымсыз міне берсең де болады. Сол кезде мінгенбіз. Жануарларды қатты жақсы көремін. Негізі жаным ашиды көбісіне. Өзімнің итім болды, өзімнің қошқарым болды. Бізде соқыр жылқы болған. Соқыр жылқы ол ақылды болатын. Өріске барасың, өрістен қой жіберсең, өзі ақ үйге келетін. Соқыр болса да жолды жаттап алатын. Жылқының ақылдылығы соншалықты. Жылқы мен қазақ бір-біріне ұқсастықтары көп қой. Жаңа өзіңіз айтпақшы, асаулығы дейді, еркіндігі, рухы кеңдігі жағынан да бір жылқының қазақпен ұқсастықтары бар. Қайсарлығы жағы, жылқының өте тектілігі, қазақтың тектілігіндей ол бір қазақ жеті атаға дейін қыз алмайды дейді ғой. Жылқының тектілігі керек десеңіз, бұлардың қанында тектілік және бұл жеп ішетін затына дейін біреуден қалған суды ішпейді. Мысалы сиырға басқа су беріп, сол суды жылқыға алып келсек, ол ішпейтін. Жылқы жануары адал, киелі жануардың бұл қасиеті адам баласының бойынан азайып бара жатыр дейді әнші. Әкем айтады ғой, алдағы уақытта сенің жұмысыңның жүрісуі және сенің жүзіңнің жарық болуы, жұмыстарың бәрі оңға басуы, сенің ол адалдығыңа байланысты. Сенің істеген жұмыстарың қалай, сен біреуге қиянат жасадың, немесе біреуді қатты алдадың, немесе біреудің аманатына қиянаттық жасап, сондай нәрсе болса, оны ешкімге айтпасаң да бір Алла көріп тұр ғой, бірақ күндердің күнінде алдыңнан шығады, сенің бір жұмысың жүріспей қалады. Сол кезде кінәні өзіңнен ізде дейді да. Ақылыңды ала, сені қолдан ұшырдым. Қателік жасаймыз. Кейде өтірік айтуға болып қалады, кейде ана болады, мына болады, қателік жасаймыз. Бірақ досқа деген, ата-анаға деген, жалпы жанұя, бауыр, аға, жеңге болсын, оларға деген қатты үлкен арам оймен өтірік айту, адалдық деген нәрседен тайып кетіп жұмыс істеу ол болмайды. Ондай нәрсені мен өзім қабылдай алмаймын. Сол себепті өтірік айту деген болады, біреуді табыстырып жіберіп, немесе достарың үйіне шықпаса сондай бірдеңе істеп. Мағынасы ұшан теңіз дос деген үш әріпті ұғымның Ернардың өмірінде алатын орны зор. Білесіз, енді қазақ халқының кішкене қайсарлығы да бар, қазақ халқы дана халық, бірақ іштарлығы да бар, көре алмастығы бар. Ол тарих дәлелдейді ол нәрсенің бәрін. 100%-дай сеніп кетуге болмайды ешқандай досқа. Досқа келген кезде өте нәзік жүрек керек. Өте қаталдық керек сосын. Бетке айта біліп. Я, сипап дос болып жүрген ол дос емес. Мен өзім түсінігім бойынша достық деген түсіну, қандай да жағдай болмасын түсіну. Айқайлап кете ма, бірдеңе бола ма, анау бола ма, мынау бола ма, досыңның жағдайын түсіну. Сол себепті енді ондай түсініп жүрген достарым да бар мен. Кімнің менімен қалай дос болып жүргенін білмеймін ғой енді. Бірақ енді әйтеуір сыйласып жатамыз ғой. Мұхтар Шаханов атамыз айтып еді, осы достық пен махаббатты сезіне білмеген адам ол адам емес жалпы. Достық пен махаббат өте бір үлкен сезім, екеуі бір теңдей. Бірақ мен бәрібір де егер досымды бәрібір де бірінші орынға қоямын. Өзім махаббатыма. Көп нәрсені соған сырғып ашасың, қатты сенімді досыңа. Көп нәрсені. Кейбір нәрселерді ол сен өзің әйеліңе де айта алмайсың ғой. Ал әншінің алғашқы махаббатына келер болсақ. Ең алғашқы махаббат деп айтамыз ғой, бала махаббат дейміз оған. 6-шы класстарда болды ғой. Ғашық болдық. Айта алмай кеттік қой. 1 жыл жүрдім ғой. Жақсы көрдім, іштей. Хат жазып жібересің, жыртып беріп жібереді. Сол қыз мектепке келмей қалса көңіл күйіміз түсіп, сондай бір жақсы көретін қыздарыңның үйінде бір үлкен ит болады, сосын атасы болады. Кіре алмайсың да ғой соның үйіне. Сол қызды көріп қалсаң, бір футбол ойнап отырсаң, басқаша ойнайсың, жүгіруің басқаша болып кетеді. Голды барынша сен салғың келеді. Соңылып жатасың, ол енді қасында арқы суға келіп қалуы мүмкін ғой. Сен сәл айналасың, жаңа барынша
өзіңді жақсы қырынан көрсеткің келіп. Алайда анасының асыл арманын орындауға бойдақ бала асқар емес. Негізі романтикпін я. Негізі мен қатты романтик болғам. Мына өнерге келгеннен кейін романтигім азайып кетті. Мен ойлаймын, ол адам мен әлі ғашық емеспін. Ғашық болудың өзі бір өнер дейді ғой, сол себепті мен ғашық бола алам. Ғашық қылдыра алса. Сездірмейді, махаббат күттірмейді ғой, бірден ғашық болып қаласың. Сондай махаббатты мен күтіп жүрмін шын. Таңдап отпайсың да, біреуге ғашық боласың. Содан кейін кеттің ғой. Сен сағындың ғой сүйіктім. Енді менің жеке өмірім жайлы біраз нәрсе мен айтып қойдым. Біліп қойдыңыздар, бұдан кейін сұрамаңыздар. Келесі аялдама студия, менімен бірге болыңыздар. Менің соңғы аялдамам, қазір мен студияға бара жатырмын. Енді мен қатты жақсы көретін жер, және мен көп болатын жер ол жер. Сол жақта біраз сұхбаттасып әңгімелесетін боламыз. Мен көлікті енді 11 классты, 11 сыныпты бітіріп, куәлік алып үйрендім ғой. Ағаларым үйретті, әкем үйретті дегендей. Ең алғашқы үйренген көлігім менің пирожковоз Москвич. Өте қиын болатын, соны айдап үйрендім. Көлікті осы 1 жыл бұрын сатып алдым. 200-ка Toyota. Қатты машинаға қызықпаймын да. Сол себепті мен маркаларын да білмеймін, қай жылғы екенін да білмеймін. Көп қазір айдап та жүрген жоқпын енді. Көмекші достарым жүреді ғой, солар айдайды. Көбіне достарым айдайды. Артқа отырып алып, одан әнге дайындалғым келеді. Мысалы, студияға барғанша ше, әнге дайындалғым келеді. Болмаса WhatsApp арқылы біреулер ән жібереді, соларды тыңдау. Сондай жұмыстар болады да. Машинада отырып, сондай жұмысты істегенді жақсы көремін өзім ше. Мысалы, қалада болса, интернет жұмыс істеп тұрса, интернеттен бірдеңелер көру пайдалы заттар ше. Сол себепті мен рөлге отырғым келмейді көп. Ал мына жерде әншінің талай хиттері жазылған. 11-ші жылдар мен Алматыда болдым. Өзі мен студия не екенін де білмеймін ғой. Студияны көріп, аузым ашылып, қандай жұмыс жасалу керек, қандай не ғой, соның бәрін көріп, ең алғашқы әнді сол әкеме арнап жазғам, мен барлық сұхбаттарымда айтып жатырмын. Содан кейін көптеген әндер жазылды. Алайда ол кезде көк жәшіктегі музыкалық жобаларға қатысып, журналдарға сұхбат беру Ернар үшін арман болады. Көп телеарналарға жүгіріп, барлық телеарналарға шыққымыз келді. Керек десеңіз, съемкасы жоқ концерттерге де шыққымыз келді. Қатыстырмай, ағамыз арқылы әйтеуір өйтіп шығып. Ол әрбір әншіде болатын жағдай деп білемін. Тәтті нәрсесі болады ғой, сол тәтті нәрсеге жету үшін оның қиыншылығы бар ғой енді. Сол қиыншылықтан өтіп барып, сол жемісті жесең, ол сен үшін тәтті. Ал бірақ оны оп-оңай таныс арқылы ақшамен сатып алып, не істемесе, анау қылып, мынау қылып істей салсаң, ол қызық емес қой, көп адам үшін қызық та болмайтын шығар. Ол өнер жолындағы сондай болу керек жағдайлар болды да. Мысалы, телеарнаға барсаң жоқ, сені істеп тастайды. Радиоға барасың, радиода да бетің айтып тастайды, сен әндерің ән емес, сен жалпы әнші емессің. Ол кез келген әншінің, жаңадан шығып кеткен әншінің басынан өткен жағдайлар, сондайға ұқсас жағдайлар болады деп ойлаймын. Сағың сынса, соған ашуланып, сағың сынып, сонымен ойланып тоқтап қала саласың. Егескенде сен көгеруің үшін, өзіңді көрсетуің үшін, өзіңді дәлелдеуің үшін еңбектенесің. Хитмен әншінің хит таба алмай жүрген әріптестеріне кеңесі бар. Хит емес деп біз ешқашан айтпаймыз. Бірақ жанымызға жақын, осы халық ұнатады-ау деген әндерді шығарамыз да. Хиттің шығуы 4 нәрсеге байланысты ғой. Ең бірінші міне әуен шығарма, сазгер, композитор, сөзі, ақын, содан кейін аранжировщик өңделуі, содан кейін әнші. Осы 4 нәрсе әдемі үйлессе, мықты үйлессе, хит болады деп ойлаймын. Сөзім оттай арман ақ, бір келер деп жол қарап ғашық жүрек. Мен үшін енді ең қызықты бейнебаян ол сенен басқа кім бар. Ол бейнебаянды қарасаңыздар, менің шаш үлгім де басқаша да. Оған мен біраз қарсы болып, тауда түсіргенбіз, тауда сет ұстамайды. Мен ағама звондаңдар, ағама қоңырау шалыңдар, сұраңдар. Ол рұқсат берсе істетемін, болмаса істетпеймін. Режиссер айтады, сен жассың ғой енді, заманға сай, анау да мынау. Тауық сияқты көтеріп қойып ше, жаңағы Дэвид Бекхэм істеді ғой футболда. Сөйтіп көтеріп қойып істеген, әліге дейін келіспеймін сол шаш үлгіме ше. Жер бетінен қалай сыйдым Мен енді сіздерден де, көрермендерден де кешірім сұрағым келіп тұр. Тұмауратып, кішкене ауырып тұрмын. Біздердікіне көңіл қалдырмау, ауырып тұрмын деп жатып алмау, барынша жұмыс істеу. Ертең Алла қаласа жақсылап, жазылып кетсем, жақсы әндермен сіздерді қуантатын боламын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.